Hello everyone. Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 3-ші тоқсанның БЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бұл жерде мәтінді оқып, дұрыс емес екендігін анықтаймыз. Дұрыс болса true деп белгілейміз, қате болса false деп белгілейміз. Бірінші сөйлем: The town of Riverton experienced a heavy snowstorm. Riverton қаласында қатты қарлы боран болды. True деп белгілейміз, дұрыс. The mayor warned people to stay indoors and avoid flooded areas. Майор адамдарға ескертті, үйден шықпауға және су басқан жерлерден аулақ болу. Екінші жауабы true болады. Үшінші: Emma's family went outside to watch the storm. Эмманың жанұясы сыртқа шығып дауылды көрмекші болады. False болады, дұрыс емес. The power went out during the storm. Дауыл кезінде электр қуаты өшіп қалды. Төртінші: true. Бесінші: Emma's father checked the emergency supplies, which included food, water and blankets. Эмманың әкесі апатқа ұшырайтын заттарды тексеріп, тамақ, су және көрпелерді алды. Дұрыс, true болады. The storm lasted for several days. Дауыл бірнеше күнге созылды. Жауабы false. Келесі тапсырма writing, жазу. Task: choose the correct options. Дұрыс етісті таңдап жазамыз. The mountains are popular because people can ski and climb there. The second: you mustn't do mountain sports alone. You should check the weather before you go into the mountains. Төртінші: people shouldn't go on the snow when there is danger of avalanches. Бесінші: if you are birds in avalanche, you mustn't climb out. The snow is too heavy. Балалар, сабақ пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Бай-бай.